40 жыл бұрын салынған, бірақ сіз бетоннан тот басқан дақтарды көресіз. Бетон бөліктері жоқ. Беті жарықтар тормен жабылған, және бұл мүлдем қауіпсіз бе деп ойлайсыз ба? Римде Пантеон күмбезі бар. Оның үстінде бірде-бір болат шыбық жоқ. Міне, ол 2000 жылға жуық тұрды. Жер сілкінісі, су тасқыны, уақыттың тынымсыз өтуі, тіпті сызаттарда жоқ. Рим империясы құлағаннан кейін 13 ғасырдан астам уақыт бойы бұл әлемдегі ең үлкен күмбез болды. Ол темір бетоннан жасалған әлемдегі ең үлкен күмбез болып қала береді. Бұл күмбез, міне, инженерлерді түнде ұйықтатпайтын сұрақ. Неліктен біздің қымбат заманауи жобаларымыз бірнеше онжылдықтар ішінде бұзыла бастады? Ал ежелгі римдік құрылымдар мыңдаған жылдар бойы өзгеріссіз қалды. Римдіктен адамдар ежелгі құрылыстар неліктен мәңгілік болып көрінеді деп ойлайды. Ал біз бүгін салып жатқан құрылыс бір реттік дерлік болып көрінеді. Бұл жай ғана ностальгия емес. Бұрынғы бетон мен бүгінгі бетонның арасында түбегейлі айырмашылық бар. Басты мәселе, біз өз жобаларымызға енгізген өлімге әкелетін кемшілікте. Біз бетон дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Бұл жердегі ең көп таралған екінші зат. Судан кейін бірден. Бұл сөзбе-сөз біздің әлемнің, үйлеріміздің, зәулім ғимараттарымыздың, тас жолдарымыздың негізі. Бірақ біз бұл әлемді таңқаларлықтай қысқа өмір сүретін материалға негіздедік. Заманауи бетон. Егер сіз оны басаңыз, керемет, берік болады. Бұл қысу күші деп аталады. Сондықтан ол тіректер үшін тамаша жұмыс істейді. Бірақ оны тартқанда немесе майыстырғанда әлсірейді. Оның созылу күші төмен. Заманауи шешім. Ғасырдағы тамаша жаңалық. Темір бетон болуы керек еді. Идея қарапайым. Сіз бұл осал бетонды алып, оған арматура деп аталатын болат шыбықтардың жақтауын саласыз. Бетон сыну күштеріне төтеп бере алады. Ал болат созылу күштеріне төтеп бере алады. Олар бірге суперматериал жасайды, және ол біраз уақыт жұмыс істеді. Бірақ үлкен мәселе туындады. Біз бейсаналық түрде өзіміз жою механизмін өз туындыларымыздың жүрегіне жасырдық. Бұл өлімге әкелетін кемшілік болаттың өзінде. Сондықтан бетон қатты болып көрінеді, бірақ шын мәнінде ол қатты губка тәрізді кеуекті. Уақыт өте келе оның үстінде кішкентай жарықтар пайда болады. Қысқы жолдардағы су, оттегі және тұз болатқа жеткенше осы жарықтар арқылы ағып кетеді. Және бұл орын алған кезде химиялық процесс басталады. Бұл мәселенің нақты сандарын анықтайық. Өйткені олар қорқынышты. Арматурадағы болат коррозияға ұшыраған кезде, коррозия өнімдері бастапқы болаттың көлемінен 5-10 есе көп алады. Бұл туралы 1 секунд ойланыңыз. Тотқа айналатын болаттың әрбір текше сантиметрі үшін 10 текше сантиметрге дейін кеңейетін материал жарылып кетуге тырысады. Бұл тот айналадағы бетонға 3-4 мегапаскал қысым жасайды. Бетонның тамаша қысу күші бар, бірақ оның созылу беріктігі, яғни созылуға қарсы тұру қабілеті оның қысу беріктігінің шамамен 10% ғана құрайды. Бізде апат үшін тамаша дауыл, материалдың ең әлсіз жеріне дәл шабуыл жасайтын орасан зор кең күш бар. Бұл ішкі жарылысты ауыздықтауға тырысқанмен бірдей. Ал бірінші спираль пайда болғаннан кейін, бетонның бірінші бөлігі сынған кезде, процесс экспоненциалды түрде жылдамдайды. Ашық тұрған арматура тезірек тозады. Тот неғұрлым көп болса, соғұрлым қысым күшейеді. Қысым неғұрлым көп болса, соғұрлым бүліну соғұрлым көп болады. Бұл жойылудың кері байланысы. Бұл ең ирониялық бөлігі. Біз бетонды нығайту үшін арматураны орнатамыз. Бірақ тиісті қорғаныссыз, ол құрылымның өзін бұзу механизміне айналады. Бұл чиптеу деп аталады. Кішкентай жарықшақ үлкен жарықшаққа айналады. Кесектер құлап, бүкіл құрылым ішінен ыдырай бастайды. Сондықтан біз осы оғаш жерде қаламыз. Бізде сынуға арналған материал бар. Біз өз әлемімізді құруға шешім қабылдаған нәрсенің сөзсіз жойылуына қарсы керемет қымбат күреске кірісіп кеттік. Ал егер одан да жақсы жол болса ше, егер жауап болатты көбірек қосу емес, өткенге жүгіну болса ше. 2 бөлім. Бұл жауап іздеу. Өлмейтін бетонның құпиясын ашу үшін біз детектив болуымыз керек. Біз артқа қарап, Римнің шебер құрылысшылары қалдырған дәлелдерді зерттеуіміз керек. Біздің бірінші аялдамамыз Пантеон. Бұл 142 футтық үлкен күмбезде болат арматура мүлдем жоқ. Қазіргі заманғы стандарттар бойынша оның берік болуы міндетті емес. Бұл біздің материалтану ғылымының логикасына қайшы келеді. Бұл тек Пантеонға ғана қатысты емес. Италияның жағалауына, Кесарияның ежелгі айлағына барыңыз. Римдік инженерлер қатты теңізде үлкен бетон пирстер тұрғызды. Мұнда
Мұндай жағдайда заманауи бетон бірнеше ондаған жылдар ішінде құлап кетуі мүмкін. Дегенмен, 2000 жыл бойы тұзды суға батқанына қарамастан, бұл римдік құрылымдардың бөліктері әлі де сол жерде. Күте тұрыңыз, 1 секундқа тоқтаңыз, ол сіңіп кетсін. Бетон 2000 жыл тұзды суда болғаннан кейін берік болды. Бұл коррозия туралы білетініміздің бәріне қайшы келеді. Бұл қалай мүмкін? Қызық, осы жерден басталады. Зерттеулер көрсеткендей, теңіз суы бетонды бұзған жоқ. Керісінше уақыт өте келе оны нығайтты. Теңіз суы римдік бетонға енгенде, оның ішіндегі әкті ерітеді. Бірақ, құрылымды бұзудың орнына, бұл әдеттен тыс химиялық реакцияны тудырады. Еріген әк қоспадағы жанартау күлімен әрекеттесіп, алюминий табамериті деп аталатын сирек минералдың кристалдарын түзеді. Бұл кристалдар бос орындарды толтырып қана қоймайды. Олар материалды нығайтатын микроскопиялық пластиналардың өзара байланысты құрылымын жасайды. Юта университетінің зерттеушілері бұл кристалдардың мыңдаған жылдар бойы өсіп келе жатқанын анықтады. Олар тері тесігін толтырады, байланыстарды нығайтады және барған сайын серпімді құрылым жасайды. Бұл бетонның иммундық жүйесі бар сияқты. Ол тұзды суға шабуыл жасаған сайын күшейе түседі. Теңіз бетонға неғұрлым көп әсер етсе, соғұрлым пайдалы минералдар түзіліп, соғұрлым күшті болады. Бетон әр ғасыр сайын нығайып келеді. Оны қазіргі заманғы құрылыстармен салыстырыңыз. Теңіз суының әсеріне ұшыраған бетон әдетте 20-30 жыл ішінде бұзыла бастайды. Тұз арматураның коррозиясын тездетеді және құрылым біртіндеп бұзылады. Бұл римдік бетон. Ол 2000 жылдан кейін гүлденіп, әр ғасыр сайын күшейе түседі. Бұл құрылымдардың барлығына ортақ бір ингредиент бар. Опус комендисем. Римдік бетон. Ұзақ уақыт бойы құпия пазолана деп аталатын жанартаудың гүлінде жатыр деп есептелді. Римдіктер бұл күлді әкпен араластырып, керемет тұрақты және суға төзімді байланыстырғыш зат жасады. Пазоланикалық реакция маңызды болды. Бірақ бұл бәрі емес. Ол бәрін түсіндіре алмады. Әсіресе римдік бетонның әрбір үлгісінде кездесетін оғаш аномалия. Материалдың бойына миллиондаған кішкентай, ашық, ақ бөлшектер шашылып жатты. Ондаған жылдар бойы ғалымдар бұл әк сынықтарын ұқыпсыз араласудың, бағаудың белгісі деп санады. Бірақ кейбір зерттеушілер үшін бұл түсініктеме олардың басына сыймады. Массачусетс технологиялық институтының материалтану маманы адмирал Маси қарапайым, бірақ терең сұрақ қойды. Егер римдіктер осы керемет затты жасау үшін көп күш жұмсаған болса, материал, неге олар соншалықты бейқам болу керек? Бұл ешқандай мағынасы жоқ. Ол бұл болжамды кемшіліктерді қатер ретінде емес, кеңес ретінде анықтауға шешім қабылдады. Егер олар әдейі жасалса ше, 3 бөлім, құпия рецепт ашылды. Бейнелеудің озық әдістерін қолдана отырып, Масик және оның командасы Италиядағы археологиялық орындардан 2000 жылдық бетонды талдады. Олар тек материалды зерттеп қана қойған жоқ. Олар осы кішкентай ақ бөліктердің нақты химиялық құрамын түсіну үшін кескінді нанөлшемге дейін үлкейтетін. Олардың тапқандары үлкен әсер қалдырды. Әктің құрылымы олардың өте жоғары температурада пайда болғанын көрсетеді. Бұл біз білетін барлық нәрсеге қайшы келді. Стандартты теория римдіктер сөндірілген әктен бетон жасап, оны сумен алдын ала араластырып, қауіпсіз пастаға айналдырған. Бірақ фактілер ыстық араластыру деп аталатын әлдеқайда экстремалды процесті көрсетеді. Зерттеушілер римдіктердің кальций оксидінің ұшпа, сөндірілмеген түрі болып табылатын сөндірілмеген әкті тікелей күл мен тас қоспасына қосып, содан кейін су қосатынын түсінді. Химиялық реакция бетонның өзінде жүруі керек еді. Ол үлкен мөлшерде жылу шығарады. Температура Цельсий бойынша 200-ден 250 градусқа дейін жетеді. Осы жоғары температуралық процестің нәтижесінде қазіргі бетонда түзілмейтін химиялық қосылыстар пайда болды. Сонымен қатар реакцияланбаған жоғары реактивті әктің ұсақ сынғыш шөгінділері қалды. Бұл шөгінділер әк қалдықтар болды. Бірақ міне, римдіктер жақсы түсінетін тағы бір маңызды деталь. Жанартау күлінің барлық түрлері бірдей жасалмайды. Римдіктер күлдің белгілі бір түрін Неаполь маңында, кейде жүздеген шақырым жерде орналасқан Позzuoli аймағынан жерорта теңізі бойынша құрылыстар салу үшін тасымалдаған. Неге? Өйткені дәл осы жанартау күлінің қажетті химиялық құрамы болған. Поззолалиден жасалған поззолана тамаша пропорцияда алюминий силикаттарына бай. Әк пен сумен араласқанда химиялық реакция жүреді. Нәтижесінде бірегей тұрақты қосылыстар түзіледі. Плиний ақсақал мен Сенека сияқты Рим жазушылары
бұл гүлдің ерекше қасиеттерін егжей-тегжейлі айтып берді. Бұл бізге маңызды нәрсені көрсетеді. Римдіктер рецепті жай ғана ұстанған жоқ. Олар өз материалдарының қасиеттерін терең түсінді. Олар ғасырлар бойы өз тұжырымдарын сынап, тәжірибе жасап, жетілдіріп келеді. Мұқият, бақылауға негізделген бұл эмпирикалық білім біздің қазіргі материалтану ғылымымыз сияқты күрделі болды. Лайм класс сыныбы қате болған жоқ. Олар керемет жобаланған. Олар емдік күштің жасырын резервуары болды. Олар қажет күнді шыдамдылықпен күтті. Римдіктер сапасыз материалдар жасаған жоқ. Олар ақылды материал жасады. Олар біз бұл терминді ойлап тапқанға дейін 2000 жыл бұрын өзін өзі емдейтін бетон ойлап тапты. 4 бөлім. Бұл ежелгі иммундық жүйе. Сонымен, бұл нәзік ақ кесектердің қызметі қандай болды? Дәл осы жерде римдіктердің нағыз данышпаны шығады. Сынықтары автоматты жөндеу жүйесінің жүрегі болып табылады. Бұл бетонның өзіндік иммундық жүйесі бар сияқты. Ол осылай жұмыс істейді. Рим қабырғасын микроскопиялық деңгейде елестетіп көріңіз. Алдымен кішкентай жарықшақ пайда бола бастайды. Бұл біздің бетонның аяқталуының басталғанын білдіретін дәл сол жарықшақ. Бұл жарықшаққа жаңбыр суы ағып жатыр. Содан кейін су миллиондаған қалдықтарының бірін табады. Су реактивті бөлшектерді ерітіп, кальцийге бай ерітінді түзеді. Ол жарықшаққа еніп, оны толтырады. Ақырында нағыз трансформация жүріп жатыр. Бұл ерітінді кальций карбонатына қайта кристалданып, жарықшақты тиімді түрде тығыздайды. Бірақ ол сонымен бірге қоршаған жанартау күлімен әрекеттесіп, қалпына келтірілген аумақты нығайтатын жаңа тұрақты минералдар түзеді. Жарықшақ жай ғана бітеліп қалған жоқ. Ол жазылды. Жара бастапқы материалмен бірдей немесе одан да күшті тыртыққа айналады. Бұл шындық болу үшін тым жақсы естіледі деп ойлайтын шығарсыз. Мен де сол туралы ойладым. Массачусетс технологиялық институтының зерттеушілері мұны іс жүзінде сынап көрді. Олар дәл осылай істеді. Олар бетонның 2 партиясын дайындады. Біреуі заманауи, екіншісі римдік ыстық илеу рецепті бойынша. Содан кейін олар 2 үлгіні де сындырып, үстіне су құйды. Нәтижелер керемет болды. Заманауи бетондағы жарықтар ашық қалды. Бірақ римдік үлгідегі бетондағы жарықтар 2 апта ішінде толығымен жойылды. 2 апталық автономды емдеу. Адамның араласуы қажет емес. Бұл ескі шебердің көзқарасының данышпандығы. Біздің философиямыз бетонды зақымға төзімді ету. Римдік философия зақымданудың сөзсіздігін мойындау және оны қалпына келтіру жүйесін құру болды. Олар тек беріктік үшін ғана емес, сонымен қатар төзімділік үшін де салған. Егер сіз жоғалған ежелгі даналыққа сүңгуді құнды деп тапсаңыз, маған кішкене жақсылық жасаңыз және ұнату түймесін басыңыз. Бұл шынымен де бұл білімді көруді қажет ететін көптеген адамдарға жеткізуге көмектеседі. Рахмет. 5 бөлім. Біз бәрі қолжетімді заманауи әлемде өмір сүріп жатырмыз. Енді біз римдік құпияны ашқаннан кейін, біздің көзқарасымыздың кемшілігі айқын көрінеді. Біз айтқанымыздай, мәселе болат арматурада жатыр. Біз бетонның негізгі міндеті болатты тоттан қорғау болып табылатын жүйені әзірледік. Бірақ бетон кеуекті және бұл оның мақсаты. Бұл жұмыста сәтсіздікке ұшырау. Уақыт өте келе ауадағы көмірқышқыл газы сіңіп, бетонды баяу бейтараптандырып, болаттың айналасындағы қорғаныш сілтілі қалқанды бұзады. Су мен тұз қорғалмаған арматураға жеткенде тот пайда болады. Және өзі жою туралы кері байланыс пайда болады. Кіріңіз, римдік бетонда жарықшақ пайда болған кезде, бұл емдеуге мүмкіндік береді. Біздің бетонымызда жарықшақ пайда болған кезде, бұл өлім жазасын білдіреді. Біздің жылдамдыққа деген құмарлығымыз жағдайды нашарлатады. Заманауи бетон небәрі 28 күнде қатып қалуға арналған. Бұл жобаның орындалу мерзімін сақтаудың тамаша нұсқасы. Бірақ ұзақ мерзімділігі жағынан қорқынышты. Өйткені бұл басынан бастап көбірек ішкі кернеулер мен микрожарықтарды тудырады. Римдік бетон әлдеқайда баяу қатаяды. Ұзақ уақыт бойы беріктікке ие болады. Нәтижесінде соңғы өнім тұрақтырақ болады. Олардың философиясы шыдамдылық болды. Біздің философиямыз келесі қаржылық 90-ға бағытталған. Біз мәңгілікті тиімділікке айырбастадық. Осы жүйелі сәтсіздіктің нақты бағасы туралы сөйлесейік. Бұл астрономиялық болса да, ақша туралы ғана емес. Тек Америка Құрама Штаттарында біз белгілі бір инфрақұрылымды күтіп, ұстауға және жөндеуге жылына $125 миллиард астам қаражат жұмсаймыз. Бұл көптеген елдердің жөнінен көп. Және бұл көрсеткіш өсіп келеді. Американдық құрылыс инженерлері қоғамының бағалауы бойынша бар инфрақұрылымымызды қолайлы жағдайға келтіру үшін бізге алдағы 10 жылда $4,5 триллион қажет болады.
Көпірлер қирап жатыр, гараждар қирап жатыр, жағалаудағы құрылыстар қирап жатыр. Бірақ оның қоршаған ортаға тигізетін әсері одан да жойқын. Жоғарыда айтқанымыздай, цемент өндірісі көмірқышқыл газының жаһандық шығарындыларының 8% құрайды. Бірақ бұл шын мәнінде мынаны білдіреді. Егер цемент өнеркәсібі бір ел болса, ол көмірқышқыл газының шығарындылары бойынша әлемде 3-ші орында болар еді. Қытай мен Америка құрама штаттарынан кейін 2-ші орында. Және біздің құрылымдарымыз мыңдаған жылдар емес, соңғы бірнеше 10 жылдықта болғандықтан, біз тұйық шеңберге қамалып қалдық. Қират, қайта тұрғыз, қайта қират. Әр цикл сайын көміртегі көбірек бөлінеді. Әр цикл сайын көбірек ресурстар жұмсалады. Әр цикл сайын біз экологиялық дағдарысқа тереңірек үңілеміз. Римдіктер бір рет құрылыс салған және бұл 2000 жылға созылған. Біз әр 50 жыл сайын қайта саламыз. Өзің сана, бұл бірдей функционалдылықпен 40 есе көп материал, 40 есе көп энергия, 40 есе көп шығарындылар. 6 бөлім. Болашақ ежелгі заман. Ғасырлар бойы бұл білім тарихи қызығушылық ретінде қарастырылды. Бірақ жағдай тез өзгеруде. Қазір ғалымдар осы 2000 жылдық технологияны 21 ғасырға қайта жасау үшін жарысуда. Адмирал Масиктің командасы римдік үлгідегі өзін-өзі емдейтін бетонды коммерцияландыру үшін компания құрып қойған. Бұл идея біздің заманауи материалдарымызды толығымен ауыстыру емес, оларды осы ежелгі даналықпен толықтыру болып табылады. Елестетіп көріңізші, сіз ондаған жылдарға емес, ғасырларға созылатын көпірлер, туннельдер немесе ғимараттар салып жатырсыз. Жөндеуге кететін шығындарды едәуір төмендететін инфрақұрылым. Үнемдеу миллиардтаған долларды құрауы мүмкін. Сонымен қатар, бұл қоршаған ортаға әсер етеді. Цемент өндірісі көмірқышқыл газының жаһандық шығарындыларының таңғаларлық 8%-ын құрайды. Римдік рухтандырылған бұл процесс энергияны аз қажет етеді. Өйткені ол салқынырақ температураны қажет етеді. Қазіргі Портланд цемент өндірісімен салыстырғанда дәстүрлі цемент өндіру үшін жылудың шамамен 3-тен 2-сі қажет. Одан да маңыздысы, егер біздің конструкцияларымыз 10 есе ұзағырақ болса, ауыстыру үшін цементті әлдеқайда аз өндіруіміз керек. Бұл құрылыстың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жасайтын ең маңызды қадамдарымыздың бірі болуы мүмкін. Бірақ инновация мұнымен тоқтап қалмайды. Біз римдік рецептті қолданамыз. Бетонды ойлап табу жарысы дәл қазір жүріп жатыр. Және кейбір шешімдер таңқаларлықтай креативті. Ғалымдар бетонды тірі бактериялардың көмегімен жасаған. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Олар ұйықтап жатқан бактериялық спораларды, әдетте бациллалардың сорттарын араластыру кезінде тікелей бетонға енгізеді. Жарық пайда болып, су кіргенде споралар оянады. Бактериялар кальций лактатымен қоректене бастайды. Ол да бетонға қосылады. Және жанама өнім ретінде әктас алады. Бұл әктас жарықшақты ішінен толтырып, зақымдануды өздігінен емдейді. Басқа компаниялар басқа тәсілді қолданады. Бұл емдік заттармен толтырылған арнайы толтырғыштар. Олар бетон жарылған кезде ғана шығарылады. Оңтүстік Калифорния университетінің зерттеушілері кернеу әсерінен жарылып, химиялық реакцияға түсетін және жарықшақты тығыздайтын заттарды шығаратын қуыс бөлшектерді жасады. Тіпті электр кедергісінің өзгеруінен зақымдануды анықтау үшін өткізгіш көміртекті талшықтарды пайдаланатын бетон да бар. Бұл бетонға инженерлерге проблемалар туындағанға дейін олар апатты болатынын ескертуге қабілетті жүйке жүйесін береді. Бұл қиын мәселе, бұл қымбатқа түседі. Бастапқыда бактериялық бетонның құны дәстүрлі бетоннан 3-5 есе қымбат болуы мүмкін. Бірақ ол 50 емес, 120 жылға созылуы мүмкін екенін ескерсек. Техникалық қызмет, көрсетуді үнемдеу және қоршаған ортаға әсерді азайту. Есептеулер түбегейлі өзгеруде. Әрине, кеңінен енгізуге кедергі келтіретін мәселелер бар. Римдіктер пайдаланған жанартаудың ерекше күлі барлық жерде бола бермейді. Қазір зерттеушілер синтетикалық нұсқаларды жасаумен айналысуда, немесе оны имитациялау үшін көмір зауыттарындағы күл сияқты өнеркәсіптік жанама өнімдерді пайдалануда. Сондай-ақ, құрылыс индустриясының инерциясы бар. Ол өмірлік циклге емес, жылдамдықпен бастапқы шығындарға негізделген. Бірақ қозғалыс қазірдің өзінде басталды. Осымен болды. Бетонның беріктігінің құпиясы қол жетпейтін сиқырда емес. Римдік бетон ақылды болды. Оның емді қасиеті бар еді. Оны біз қысқа мерзімді беріктік пен құрылыс жылдамдығына айырбастадық. Олар өз материалына серпімділік берді, ал біз оған өлімге әкелетін кемшілік қойдық. Ғасырлар бойы біз олардың ұзақ уақытқа созылатын бұйымдарды қалай жасай алатынына таңғалдық. Енді біз мұны ақырында білеміз, және осы білім арқылы біз оларға таңданудан гөрі көп нәрсені істеуге мүмкіндігіміз бар. Ежелгі даналықты заманауи ғылыммен ұштастыра отырып, олардан үйренуге мүмкіндігіміз бар. Біз шынымен де мәңгілікке жалғасатын болашақты құрудың алдында тұрмыз. Таңдау өз еркімізде. Ондаған жылдардан кейін жойылып, планетамызды шығарындылармен уландыратын бір реттік инфрақұрылым жолымен жүре беріңіз, немесе мәңгілікке салған шеберлерден үйреніңіз. Егер сіз бұл саяхатты өткенге пайдалы деп тапсаңыз, және құрылыстың заманауи бір реттік тәсілінен шаршасаңыз, бізге жақсылық жасаңыз, және
басыңыз. Міне, осы жазылу түймесі. Біз өмір салтымызды өзгерте алатын жаңа технологияларды тереңірек зерттеп жатырмыз. Түсініктемелерде маған тағы қандай ежелгі технологияларды зерттеу керек деп ойлайтыныңызды айтыңыз. Бұл сізде бар нәрсе. Біз бүкіл заманауи әлемімізді істен шығуға арналған инфрақұрылымға салып жатырмыз. Сіз кесіп өткен әрбір көпір, кірген әрбір ғимарат, тұраққа қойған әрбір гараж ішінен баяу құлап жатыр. Біз мұны әдеттегідей қабылдадық. Бұл туралы бір секунд ойланыңыз. Біз телефондарымызбен тұрмыстық техникамыздың ғана емес, өркениетіміздің негізінің де жоспарланған ескіруін қалыпқа келтірдік. Бір кездері римдіктер пантеон салған. 2000 жылдан кейін ол әлі де тұр. Соңғы 50 жылда біз көпірлер мен тас жолдардың көпшілігін бірнеше рет қайта салдық. Егер біз оларды бірінші рет дұрыс салсақ, қанша триллион доллар үнемдейтінімізді елестетіп көріңізші. Миллиардтаған тонна көмірқышқыл газы ешқашан тасталмағанын елестетіп көріңізші. Біз миллиондаған сағат бойы кептелісте тұрамыз. Ал бригадалар жөндеуді қажет етпейтін, тозығы жеткен инфрақұрылымды жөндеп жатыр. Бірақ бұл жерде бір нәрсе бар. Бетон біз мүлдем байланысын үзген жалғыз материал емес. Ортағасырлық темір ұсталары ешқашан тот баспаған темірді қалай жасау керектігін білетін. Ортағасырлық ағаш ұсталары жылдар бойы емес, ғасырлар бойы қызмет етіп келе жатқан ағаштан тұрғызған. Олар төзімділік туралы біз ұмытып кеткен негізгі нәрсені түсінді. Айырмашылығы неде? Олар бір кездері заттарды дұрыс құрастырды. Біз заттарды тез және арзан жасаймыз. Содан кейін оларды қайта реттейміз. Біз тұрақтылықты пайдаға айырбастадық. Біз шеберлікті 90-дық пайдаға айырбастадық. Ең қызығы, оны қалай түзетуге болатыны туралы білім жоғалмайды. Тек еленбейді. Өзін өзі емдейтін бетон мен құрылыста төңкеріс жасай алатын компаниялар дәл қазір бар. Бактериялық бетон, римдік ыстық араластыру технологиясы, экологиялық таза баламалардың барлығы қазірдің өзінде дәлелденген. Олар жұмыс істейді, бірақ сала баяу дамып келеді. Өйткені қазіргі жұмыс істемейтін жүйе біреуге пайда әкеледі. Сонда біз не істейміз? Біз үйреніп жатырмыз. Біз өз білімімізбен бөлісеміз. Біз ең жақсысын талап етеміз. Егер сіз оны құнды деп тапсаңыз, және бір реттік заттар әлемінде өмір сүруден шаршасаңыз, жазылу түймесін басыңыз. Біз жағдайды шынымен өзгерте алатын жоғалған технологияларды көбірек ашамыз. Қараңызшы,